Екі қазақстандық киноның алдында екі громкий ажырасу, екі громкая касса десек те болады да. Ажырасу біреуге зиян тигізіп жатса, ажырасу біреуге үлкен касса алып келе жатқандай. Бірақ мен қыздар үшін өте қуаныштымын. Дариға үшін де, Мөлдір үшін де. Мөлдірдің сұхбатын шыдап әрең қарадым. Қыз келіншектерге ой түйетіндей дүниелер айтылды. Алдын алу сұхбаты деп қабылдадық. Ер азаматқа сенгенше екі босанға сен деген дүниені ұғындырғандай болды бұл сұхбат. Барлығына емес, жақсы мынауский жігіттер бар. Кейбір психологтардың айтуы бойынша, ажырасу бір адамнан болмайды, екі жағынан болады деп айтады. Әйелден де, ер азаматтан да кінә болатындар шығар. Бірақ осы сұхбаттан кейінгі маған бір тараптың әңгімесі былай жетті. Енді отырып алып, аяқты аяққа сырып алып, өтірік айтпайтын шығар, енді өтірік мүләйімсініп, өтірік жыламайтын шығар. Не жағдай болса да, әйелдікі дұрыс. Есесіне ол көп балалы ана, көтенайын жыртып ол бала туып береді, ұрпағын ұлғайтып береді, киімін үтіктеулі, киімі көк, қарны тоқ, үйі бар, жағдайы жақсы, балаларын да оқытып, тоқытып отыр, бүкіл жауапкершілікті әйел мойнына алатындар, жалғыз Мөлдір емес, ондай әйелдер міне 90%, 80% қазақстандық әйелдер солай отыр. Еркектердің өмірі рахат деймін да, шешіп жібереді, ағып жібереді де кетеді. Бүкіл шаруаның бәрі әйелдің мойнына ілінеді сосын. Содан ол деген ашушаң болады, толықсиды, нервный болады, сенің қаның ішеді. Оның бәрі әйел сенің айнаң. Карма заңы деген болады. Өмір бумеранг білесіздер ғой, иә? Көз жасы жібермейді деген нәрсе ғой карма. Баланың көз жасы, әсіресе әйелдің көз жасы жібермейді. Ондай адам алысқа бара қоймайды ау. Не денсаулығы құруы мүмкін, не болмаса, өкінішке орай, білмеймін, өмірде неше түрлі келеңсіздіктерге тап болуы да мүмкін. Менің ішкі интуициям Мөлдір мен Тұрсынбек қайтып қосылатын секілді. Оған драма жасайды сосын. Честно, егер онда киноның сценарийі болсын, либо бір хайп үшін жасайтын болсаңыздар, тау оламда беттеріңе түкіріп кетемін. Қазір екінің бірі ажырасып жатыр, екінің бірінің отбасында неше түрлі сынақтар болып жатыр да. Соларға жаңағыдай қолдау білдіріп жазып салайын десем, сен айтпай қойшы, өткенде ана көзің ағып жылап отыр едің ғой бір сұхбатта, байым жаман деп дейді. Отауласқанымызға 8 жыл болды ма, Құдай ақ миллион рет ажырасып қосылғанбыз. Және отбасылы адамдардың барлығының басынан дәл осы ситуация өтіп жатқанына сенімдімін. Енді бар ғой, Құдай қаласа алдағы уақытта өле-өлгенше бірге болатын болсақ, Арекеңмен тағы да ыдыс-аяқтар сылдырлайтынына мен сенімдімін. Өзі өмір сонысымен қызық екен ғой. Енді мынандай нәрседе, жаңағы сол сыналып жатқан жандар, жылаған ерған видеоларымызды салып жатсақ, көз ағықпаған, өзі кінәлі бәріне біліп едім, қалай бүйткен сөйткен деген сияқты неше түрлі жаман сөздерді оқып қаламын да. Жандарым сол достарым, Алла разылығы үшін бір-бірімізді қолдайықшы, қорламайық. Халықтың алдында жүрген адамдар бірдеме салса сіздерден қолдау күтіп саламыз. Қорлау үшін емес. Ал енді мына халықтың алдында жүрсіңдер ғой, сын көтермейтін болсаңдар не жүрсіңдер дейтіндерге айтармыз. Сыни сөздерің бар ма, жекеге шықшы. Ал былай қолдашы. Әсіресе әйелдер бір-бірімізді қолдайықшы. Жау алыстан келмейді, омайық. Әйел әйелді қолдайтын емес, қорлайтын заман болып ба жатыр ма, бірдеме болып ба жатыр. Алдыңызда не болатынын ешкім білмейді ғой. Құдай сақтасын. Кезінде күнәһарлар қазір тақуа болуы мүмкін. Қазіргі тақуалар кейін күнәһар болып кетуі мүмкін. Алла сақтасын. Өмірімізде не болатынын ешкім білмейміз ғой. Сондықтан осындай қысқа ғұмырда бір-бірімізді улап, заһарымызды шаштанша, керісінше қолдап, өлгенше жақсы сөзімізді айтып кетейікші. Ал енді қазір сыналып жүрген жандар бәріміз сынақта жүрміз қазір. Алла жар болсын. Бәрі шешіледі, егер бір-бірімізді қолдасақ, демесек, жылы сөзімізді айтсақ. Бір ғана сөз адамды өшіріп тастауы мүмкін, бір ғана сөз өсіріп тастауы мүмкін. Жылы сөзімізді аямайық, тек қана қолдап жүрекші жандар. Мына Тұрсынбек қуды, короче. Кәртейгенде кәрібе жорға шаттып, немне бәле, мынау ата сақал аузына түскен кезде, қыздар өсіп, мына тұрмысқа шығатын кезі келген кезде, адам деген шамасына, көтіне қарамай ма деймін. Шамасына қарамай ма, өзі әр жерде біреудің навесін тапчаны істеп, сварка істеп, зорға күнін көріп жүр, біләтін баласы үйленетін жасқа келген кезде екінші қатын алам деп. Сорлы. Сонда бір болмай қалған жезден бар, біләтін мейі жоқ. Ойына түскен істеп жүреді. Тоқтан Тұрсынбектің әйелін көріп бір жылап алдым. Қиын осындай жаста қалған. Міне, мына кісіді 60 жасында мені тастап кеткен міне. Көрдіңіз бе? Міне осы мен 7 жыл болды ма? Мен қолым алға 3 жыл болды. Міне қазір памперсімін айырбастап қарап отырмын. Ол әйел кетіпті ол дүниеге. Ауыр адам кімге керек? Мен мұндай болсын деп ойлағам жоқ. Қазір соның өзінде жұмысымды істеп, мына кісіге қарап, міне жатыр, есін білмейді, сөйлей алмайды. Осылай қарап отырмын. Сондықтан мен Алладан сұрағам жоқ осындай болсын деп. Сондықтан жәнегі айтып отырған әйелдерге жыламаңдар, қайғырмаңдар.
әйел адамның 40 жаны бар деген. Алладан мұндай болсын деп мен сұрамағам. Ешқашандай мұндай болсын деп. Сол жақта болып, сол әйелдің жанына жүрсе, мүмкін мен бақытты болармын деп ойлаймын. Енді қазір міне телевизорын көріп, мен өзім бағып қағып отырмын. Мөлдір ханым, егер де мені көріп жатқан болсаңыз, тыңдап жатқан болсаңыз, бірақ нәрсе айтқым келеді сізге. Өте мықтысыз. Тұғыры биік жансыз. Ұлды ұлдай, қызды қыздай дүниеге алып келіп, есігіңізге бекем болып жүрген сіз мықтысыз. Мен бірақ нәрсе ғана айтқым келеді. Сөздің төркінін түсіне білген адамдарға. Ессіз еркек етекке қарай жүгіреді, есті еркек есігін түзейді. Мөлдір ханым, өте мықтысыз, жарайсыз, керемет жансыз. Көзіңізге көрінген көз қуаныштарыңыз аман болсын. 14 жыл бойы алдап келіп жатса, басқаларды білмеймін енді. Қыздар, еркектеріңді, конечно, сыйлаңдар, жақсы көріңдер, бірақ өздеріңді ұмытпаңдар. Жұмыс істейік, қыздар, жұмыс істеп өзіміздің жағдайымызды жасайық. Өзіміздің үйіміз, өзіміздің көлігіміз, өзіміздің бала-шағамызды асырай алатын жұмысымыз болу керек всегда. Сенім жоқ деген сол, ешкімге сенім жоқ. Еркекке сенгенше екі босағыңа сен деп бекер айтып кетпеген екен кезіндегі апаларымыз, әжелеріміз. Мен осыған дейін Тұрсынбектің өте қатты фанат едім. Жаңа Мөлдір апайдың сұхбатын көрдім да. Шынымен көзге жас келеді, енді ортада 5 бала бар. Айтып жатыр да Мөлдір апай, 5 балам күнде саған жылайды деп. Енді оңай емес, ешкімге жауыңа да тілемейтін сынақ қой. Мен Мөлдір апайдың мықтылығына өте қатты риза болдым. Мөлдір апай, егер көрсеңіз, аман болыңыз, мықты болыңыз. Түннің артынан күн шығады деген сөз бар ғой. Еще мен ертең Мөлдір апайдың киносы шығайын деп жатыр екен. Мен ол кино ұнаса да, ұнамаса да барып көрем. 2-3 рет барып көрем. Өйткені қолдағым келіп тұр мен сол кісіні. Тұрсынбек ағадан қатты көңілім қалды. Ой, қатты фанат едім мен ол кісіге. Ой, мен осы өнер жолында Тұрсынбек сияқты болғым келеді деп әзіл әлемінде болашақ мен өнер көрсем дейтін едім. Ыңғайсыз тартпай қалды. Мөлдір апай, аман болыңызшы. Таңнан оянғаннан мына TikTokқа кірсем де, Instagramға кірсем де жаңалықтарды көріп, қатты жүрегім ауырып отыр, шынымды айтсам. Я расымен де Мөлдірмен біз қаншама жылдар бойы араласамыз, шын мәнде де жаңағы подкастта, сұхбатта өте дұрыс айтты. Ол дейтін сондай бір керемет жан, осындай ішкі дүниесінде болып отқан нәрсені біреуімізге де білдірмеген жан ғой. Настолько адам деген осының бәрін скрывать ету үшін мықты болу керек шығар. Прям Мөлдірге риза болып отырмын, құрбымаша. Жаным, құрбым, біз сенімен біргеміз, біз сені қолдаймыз. Давайте әйелдер барлығымыз бір болып, бір ауыздан бұйырса, жақында Мөлдірдің киносы, қолдап бірге барайық. Әйелді әйел қолдамаса, кім бізді қолдайды? Сондықтан давайте барлығымыз біргеміз, ал Тұрсынбекке бойкот жариялаймыз. Бәріңіз отписка жасаңыздар. Мынандай еркекті, халық Тұрсынбекті көтерді ма, давайте халық болып түсіріп тастау керек қой. Мынандай еркекті жоқ қылу керек қой. Халық болып көтердіңіздер ма, давайте халық болып жоқ қылыңыздар. Ай, Мөлдір ханым, ай. Арамызда қалсын бәрі деп түк қалдырмадыңыз ғой арадағыларды. Жалпы бір нәрсені ескерте кетейін сіздерге, құрметті ханымдар, ерлер. Іштеріңізді босатпаңыздар. Бостан босқа, бекерден бекерге. Не себепті? Себеп сол ішіңіздегі сіздің болып жатқан дүние сізді алдыға қарай жетелейді, алдыға қарай итереді, сізге энергия береді, күш береді, жігер береді ол. Когда сіз ішіңізді босатасыз, бәрін айтып қоясыз, құпияларыңызды немесе сондай қиын кезеңдеріңізді, сіз босап қаласыз. Сіздің әліңіз сол сөздермен бірге кетіп қалады. Сол себепті құрметті халқым, ешкімді қараламаңыздар, өсектемеңіздер, аулақ болыңыздар. Мөлдір ханым, ешкімнің еш нәрсесі кетпейді. Халық сізді, ой, не деген керемет әйел, анау жаман екен, анау ондай екен, оңбаған екен дейді да, сонымен ұмытылады, барлығы өз өмірлерін сүруге ары қарай жалғаса береді. Сіз босаған күйі босап қалып кетуіңіз мүмкін. Сол себепті айналайын ардақтыларым, әр нәрсені айта бермеңіздер, одан ешкімге пайда жоқ. Ешкімге одан келіп кетер нәрсе жоқ, дүние жоқ. Жарай ма? Шынымен
араларыңызда қалсын бәрі. Құрыш деймін, сөйлемеші вообще, жапшы аузыңды бар. Кетші. Ей, неге мен не істедім айтшы? Сөйлемеші деймін сен. Жоқ, не таң атпай неге айтайын жасап? Сөйлемеші маған бұл, жап аузыңды. Қарамаш кетіңіз. Ей, мен кеше ешқайда кешігіп келген жоқпын. Сағат 9-да келдім, ұйықтадым. Міне азында 6-да тұрып, бірге прогулка жасап тұрып, завтрак іштік. Мен бірдеңе дедім ба? Бірдеңе бүлдірдім ба? Сөйлемеші деймін болды, жапшы аузыңды. Оңбағансыңдар ғой нағыз. Мен өйстіп подкаст көріп алып, айдалада кінәсі жоқ мені кінәлайсың, Оңбағансыңдар ғой, еркектер бар ғой. Құрыш көзіме көрінбей бар, кетші нервіне. Сен біреудің подкастын көріп, бір еркек бүйтті екен деп, маған не керегің жоқ отырсың? Жыным келіп тұр да, бәрі еркек кінәлі сияқты. Сол менен өш алайын деп отырсың ба енді? Енді басқа кімнен өш аламын, айтшы. Өзі танитыным бір еркек сен емес па? Ей, вот именно мені сен бір еркек қой, вот именно. Соны кішкене бір осының несіне тимейінше, бір жақсы қарайыншы осыған деп, наоборот кетпейсің. Мен осы бір әйелдер бірдеңе бүлдіріп отқан кезде саған келіп тиіспеймін ғой. Ана ішім күйіп сенен өш алайын деп, бір шай бір айтсаң, бір түсініп отыр ғой, түсінетін әңгімең деймін да, жоқ үйге келсем қабағынан қар жауып отыр мына. Ой алла, болмайды мынау. Бір еркектің несінен біраз еркек несін көріп отыр. Әр еркек ол аяқтады қойшы. Между прочим.